Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құйрық майдың емдік қасиетімен бөлісетін боламын. Құйрық майды қолдану ол бұрыннан келе жатқан халық емі болып табылады. Құйрық майдан стерилді май алудың және де суықтаған кезде тізе буын ауруларына ем болатын әдіспен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай құйрық майын алып, өзімізге керекті бөлігін кесіп аламыз. Алдымен стерилді май дайындайтын боламыз. Ол стерилді майды біз кішкене шақалақ балаларға, яғни 1-2 жастағы балаларға кеуде тұсына, арқа тұсына ысқылап жақсаңыздар болады. Сонымен қатар сүт шалатын бала болса, сүтке араластырып берсеңіздер де болады. Осылай майдалап 4 бұрыш етіп турап аламыз да. Шыны ыдысқа, міндетті түрде шыны ыдыс болу керек. Осылай салып аламыз да, сәл тығындап қоямыз. Енді осындай ыдысымызды алып, міндетті түрде астына матамызды саламыз, ыдысымыз жылжып кетпес үшін. Одан кейін үстіне осылай қайнап тұрған суды толтырып құйып қоямыз. Осы суымызды газға қойып қоямыз. 1,5-1 сағат қайнатамыз. Сонда майының өзі еріп шығатын болады. Енді тізе буын ауруларына осындай құйрық майын жұқа етіп кесіп аламыз. Кішілеу болғандықта 2 майды біріктіретін боламыз. Одан кейін іші сыртына қазір ең алдымен пищевой пленкамызды осылай ыңғайландырып 4 бұрыш етіп кесіп аламыз да. Осы майдың үстіне қазір қара бұрышымызды сеуіп аламыз. Неге осыны сеуіп болғаннан кейін қазір өзімізге ыңғайландырып осы матаға дәл видеодағыдай қоямыз да, түнге ұйықтайтын кезде тіземізге орап қоямыз таңға дейін. Сонымен қатар осыны 1 аптадай бойы осы майды бетін жауып қойып, келесі күндері қолдана берсеңіздер болады. Тізе қақсағанда, буындарыңыз ауырғанда осы әдісті қолданып көрсеңіздер болады. Мінекей стерилді майымыз дайын болды. Осылай өзінің майы еріп шығатын болады. Майды осылай сүзіп аламыз. Дайын болып қалды. Өзінің түсі аппақ болып шығады. Шыжғырған майға қарағанда түсі ақшыл болады. Осыны қатты бала тоқтамай жөтелген кезде, қақырға түспей жатқан кезде қолдансаңыздар да болады. Сүт ішетін бала болса, осылай жарты шай қасық ыстық сүтке құямыз да араластырып балаға береміз. Егер де сүт шамайтын болса, бутылкасына құйып немесе қасықпен берсеңіздер, қақырғын жібітіп, қатты жөтелгені басылатын болады. Неке дәл осындай әдісті сіздер де үйде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасаңыздар, және де видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта өзімнің көптеген рецепттерімен бөлісетін боламын. Барлықтарыңызға рахмет.